Бүгін бізде иық, білемін, что бәрі залға келеді, бірінші очередь. Грудь, бицепс көрсеткілерге. Бірақ негізінде грудь, бицепспен қатар иық жасау керек. Потому что еркекте негізінде киіммен жүргенде форма беретін основном ең маңызды мышца бұл жігіт, ол иық. Сондықтан иық, грудь пен бицепстен қатар иықты да ұмытпаймыз. Бүгін иық жасаймыз. Иық жасардың алдында бірінші очередь разминка жасау керек. Мынандай кішкентай гантельдер 2 килограмм, 3 килограмм өзінің осында айналдырып, 2 екінші қолмен үстіге Бірінші упражнение маки стороны. Мен упражнениялардың атын орысша айта беремін, маки стороны деп. Өзіміз күнделікті қалай қолданамыз. Бәрі оған қазақшаға аударғанмен қолданбайды. Соны маки стороны, например, сіз бірінші подход рабочий вес 15 килограмм болса, разминканы бастайсыз 5 килограмм. 5 килограмм, потом 10 килограмм екінші. Үшіншіде уже рабочий весқа келесі, ол сіздің бірінші подходы болып саналады. Мынау бәрін кезек-кезек істеп шығудың керегі жоқ. 3 шақпен жетесіз ғой. Любой 20 килограмм болса, 7 килограмммен, 15 килограмммен, бұлай 20-ға уже бірінші подход болады. Артжақ жегізсек болады. Бонус істеген кезде, техникасы. Қатты былай биікке қарай көтеріп керек жоқ. Биікке көтерген кезде мына сжимайды, сокращается на жер. А мышцаны қоспау керек. Иық түсіресіз төмен қарай. Соны көтересіз былай. Мына чисто мына иықтың мышцалары жанындағы. Соны напрягайық. Мына иық төмен түсіресіз. Былай қарай көтермейсіз. Онда кетіп қалады. Бізге мынау керек. Сондықтан ақырын шетке қарай көтереміз. Мынаны напрягаешь. Вот осы положение. Ол әркімде әрқалай өзі. Кейбіреуде кішкене биігірек, кейбіреуде төменірек. Бірінші вес салмақ алмай, вес алмай, просто өзіңіз ақырын көтеру. Көтеріп, напрягаешь. Вот. Ұстап тұрып. Максимально ана жерді қысасыз. Ары қарай көтермейсіз. Былай қарай көтермейміз. Осы положениемізді. Уже содан вес алып істей көресіз. Таза иықпен ғана. Вот как. Түсіргенде асықпай түсіресіз. Көтереміз, напрягайте, асықпай түсіресіз. Резко жібере салмаймыз. Вот. Иыққа ең жақсы упражнение. Шире немножко. Қалай качественно істеу керек. Қараңыздар қалай жұмыс істейді. Иық. Асықпай түсіреміз. Ең басты түсірген кезде ұстап тұрып, босатпай түсіру керек. Да. Үшінші подход уже.
бір упражнение рабочий веспен 3 подход істейміз ба. Сосын келесі упражнение. Біріншіге. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Келесі жаттығу иықтың артына, бағанағы маки ортасына болды, енді артына. Артқы мышцы көп оны елемейді, алдын артын жиып маки істей береді, арт жағы қалқалады. Иыққа негізі ең форма беретін жақсы артқы мышцылар. Ол кішкентай, бірақ иықты Объем. широкий жасайды, объем береді иыққа. То есть қазір представьте, арты болмаса, жоқ болса, қандай болшы. Ең иықты әдемі көрсететін, домалақ көрсететін арты. Сондықтан артын иық істегенде обязательно ұмытпау керек. Қазір өзім ең жақсы көретін упражнениені көрсетем, иықтың артынан. Осылай отырамыз, аяқ бірге орындықтың ұшына қарай. Соны аяққа қарай жатасыз. И қолды артқа тартасыз. Тартқан кезде иықты тағы да осылай көтермейміз, жоғары қарай былай істесең, арқамен істеп кетесіз. Сонда арқаны отключать, иықты алдыға түсіресіз былай. Иықты алдыға түсіресіз. И қолды ғана жанға ашамыз былай. Иықты көтермей. Иық бір орында тұрады. Айнаға қарап, иықтың қай жерде тұрғанын қарап отырыңыз, айнаға қарап. Контролировать ету керек иықты. Көтерілмесін, айнаға қарап бір орында тұрады. Қол кетеді жанға қарай. Мына мышцаны артқа иықты напрягаем. Соны асықпай түсіреміз. Все. Лопатка бір-бірін былай қозғалмайды. Лопатканы түсіреміз, ол иықпен ғана жұмыс. Кет. 2, 3, 4, 5. Иық орында. 6, 7, 8, 9, 10, Бұны сезу кішкене қиындау, негізі орындалу техникасы бірінші реттен сразу может сеніз кетпейсіздер, ақырын қайталай берсеңіздер сезесіздер. Бұл негізі әртүрлі варианттар көп. Мен қазір мынау ең простой. Баста жүргендерге сезуге оңай болсын бұлай. Бұлай істейтіндері бар, бұлай істейтіндері бар. Мұна істейтіндер контрольға кішкене қиындау. Сондықтан жаңағыны бастаңыздар пока. Иықты артын сезіп ұстап үйренгенше. Міне. Лопатканы қоспаймыз, иықты алдыға түсіресіз. И бір точкада тұрады иықтың положениесі. Істей беріңіз. Осы жерді ұстап тұрсаңыз, біреуге ұстат қойға болады. Бір положение тұрады. Мына жер. Көтерілмейді артқа қарай. Сонда артқа қосылмайды. Мына мышцамен. Смотрите, қалай жұмыс істеп тұр. Енді сосын аяқ жағында ары қарай забивать ету үшін қаттырақ арқамен қосып істеп жүруге болады. Ол читинг деп аталады. Уже арт жағы ол кішкентай мышцы ғой, көп істей алмайды негізі. Бір 10-12 рет істейді. Сосын ары қарай одан сайын сезу үшін уже арқа қосып, арқамен бірге арқа лопатканы қосып, қалай істей аласыз солай көтере беруге болады.
Мен негізі жаңа бірінші қалай жеңіл соны көрсеткім сезуге болады. Ол енді сіздерге мен кішкене қиындау вариантын жасаймын. Өзім бойынша істеймін. Жиырма төрт, 25, 26, 27, 28. Давай. Так, соңғы упражнение, үшінші упражнение. Иыққа өзі 3 упражнение жедел. Жим, сидя. Бұны жасағанда техникасы. Шынтақ. Если жағынан қарасаңыз кішкене. Шынтақ былай алдыға кетпеу керек. Көтерген кезде өзі қол автоматически былай алдыға қарай кетіп қалады. Соны түзу ұстау керек, ровно былай артқа қарай. Қол үстіге қарай құлақтың үстінде тұру керек қой. Алдыға былай кетпеу керек. Соны контролировать. Істеп жатқанда өзі автоматически қиын болған кезде былай қарай кетіп қалады, соған қарсыласып артқа қарай тартып тұру керек. Ровно. Сосын бір положение. Бір былайдан шалқайын орыс бейті отырмау керек. Если осылай ұстау қиын болса, жеңілдеуге салмағаныздар. И мына белде поясница. Орындыққа прижимите. Орындыққа жабысып ұстайсыздар осылай. Арқада жабысқан, белде жабысқан, орындыққа былай түсу. Соны қолды артқа қарай, осылай итерсеңіздер, даже жеңіл салмақпен істесеңіздер де иықты сезесіздер точно, 100%. Істеп жатқан кезде басында ұстайсыз, одан кейін бүйтіп кетіп қалса, қайтадан тартып алыңыздар, соған сопротивляйтесь. Қарсыласыңыздар. Вес жеңілдеп алу керек, жаңағы осы техникамен істесеңіздер, жеңіл вес керек. Мен нәлесіп көрейін. Ауыз. Үш, төрт, Бес ауыр болса, белгіремен кеу керек. Сосын істеп жатқанда шынтақты істей беріңіз, тоқтамай. Шынтақты ашпаймыз, қолды былай түземейміз. Вот көрдіңіздер ме, қалай кішкене бүгілген күйінде қалтырасыздар. Сонда иықтан напряжение кетпейді, нагрузка ұсталып тұрады. Сосын түсірген кезде құлақтың тұсына дейін түсіре беріңіз, көтере беріңіз. Осы жерге дейін болды. Қатты иыққа тигізіп, қатты төмен түсіріп кері жоқ тоже. Иық қатты до конца үстіге қарай көтермейсіздер. Вот. Мощно. Осымен 3 упражнение істедік, 3 упражнение, 3 подходтан. Сонда барлығы 9 подход болды. 3 подход, әр упражнение 3 подход, ол рабочий ауыр веспен істейсіз, разминканы санамаймыз. Сонымен барлығы бүгін істеген 9 подход.